Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бұл 3-ші тоқсан бойынша 5-ші сыныптың БЖБ жұмысы. Бірінші нұсқаны талдаймыз. Бірінші есеп. Егер тракторшы 405 гектар жерді екі тракторшы 405 гектарды жерді жыртты. Бірінші тракторшы жердің 9/4 жыртты, екінші тракторшы қанша жер жыртты дейді. Бірінші есеп бойынша, яғни екеуі немесе барлығы деп алуға болады. Барлығы 405 гектар болады. Біріншісі рим цифрымен белгілесек, бірінші тракторшы қысқартып жазам, жердің 9/4 жыртты дейді. Осы барлық жердің. Екінші тракторшынікі бізде белгісіз. Осыны табуымыз керек. Тракторшынікі белгісіз. Шешуі. Бізге былай деп тұр. Бірінші тракторшы жердің 9/4 жыртты деп тұр ғой. Жердің деп тұрғанымыз ол бізде 405. Осы 405-тің 9/4 табамыз. Яғни санның бөлігін табамыз. Бұл жерде 405 алымына көбейтіледі. Натурал санды жай бөлшекке көбейткенде ол алымына көбейтілетін еді. Енді қысқартулар орындаймыз. 405 пен 9 екеуі де 9-ға бөлінеді. Мұнда 1 болады, ал мұнда 405-ті 9-ға бөлсек, ол 45 болады. Әрі қарай 45-ті 4-ке көбейтеміз, 180 шығады. Яғни бұл бізде бірінші тракторшының, жыртқан жері. Енді екінші тракторшыны табамыз. Мынау бірінші амал деп жазайық, мынау екінші амал болсын. Екінші тракторшынікі енді сол барлығы 405-тен не істейміз? Азайтып тастаймыз осы 180-ді. 405-тен 180-ді азайтқанда 225 гектар болады екен. Бұл бізде екінші тракторшы. Жауабы осы. Сұрап тұрған нәрсеміз не? Соны жазамыз. 225 гектар. Екінші есеп. Қыз бала 300 метр жүгірді. Бұл барлық жолдың 8-ден 3-ін құрады. Барлық жол қанша метр? Яғни бізде бөлігі беріліп тұр. Бөлігі бойынша санды табу керек. Үлкен санды табу керек. Яғни кіші ғана бөлігі беріліп тұр. Қыз бала берілген жазайық. Қыз 300 метр дейік. Барлығының осы 8-ден 3-ін құрады. Так, барлығы 8-ден 3-ін құрайды. Осы барлық жол бізде белгісіз. Шешуі табу үшін, мысалы, барлығы бізде x деп белгілеп алайықшы, x болсын. X-ті біз 8-ден 3-ке көбейтсек, осы 300 шығады екен. Ал x-ті табу үшін 300-ді не істейміз? Бөліп жібереміз. Енді бөлу амалы тұрғанда міндетті түрде көбейтуге айналдыратын едік. 300-ді көбейтеміз 3-тен 8-ге. 300-дің бөлімінде, яғни 300-дің астында бөлімі 1 деп есептейтін болсақ, немесе 300-ді 8-ге көбейтіп жазайықшы. Осы жерден қысқарады. Мұнда 100 болады, мұнда 1, 800 шығады. Яғни барлығы 800 метр болып тұрген. Жауабы 800 болады. Қыз бала соның 8-ден 3-ін жүгірген, яғни ол 8-ден 3-і дегеніміз, осы 800-ді 8-ден 3-ге көбейтсек, ол 300 шығады екен. Турист 3 күнде 40 километр жүрді. Бірінші күні ол барлық жолдың 5-тен 2-сіні, екінші күні барлық жолдың 10-нан 3-ін жүрді. Турист 3-ші күні қанша километр жүрді дейді. Яғни барлығы беріліп тұр. 3 күндікі барлығы 40 километр жүрген. Бірінші күні 5-тен 2-сін жүрген, осы 40 километрдің
екінші күні осы 40 километрдің 10-нан үшін жүрген екен. Үшінші күні бізде белгісіз. Сұрақ белгісін қояйық. Так, ең алдымен шешуді. Енді ең алдымен қазір амалдап шығарамыз. Бірінші күндігін табамыз, екінші күндігін, содан соң үшінші күндігі табылады. 40-тың 5-тен 2-сін табамыз. Көбейтілген 5-тен 2. 40 алдына көбейтіледі. Қысқартамыз. 8, 1, 16 шығады. 16 шығады. Насық керегіміз. 16 шықты. Енді екінші күндігін табайық. Бізде бірінші күн. Осы 40-ты 10-нан 3-ке көбейтеміз. 12 шығады. 12 күн. Бұл екінші күндікі. Үшіншісі 12 күн деп 12 километр. 16 километр. Үшіншіні табу үшін, яғни барлық 40 километрден азайтамыз. Осы 1 мен екінші күні жүрген қашықтығын. 40-тан азайтамыз. 28-ді. Сонда бізде шығады 12 шығады. Бірінші бригада жұмысты 5 күнде бітіреді, екінші бригада 1,4-тен 1 есе жылдам бітіреді. Екі бригада бірлесе істесе қанша күнде бітірер еді дейді. Так, бірінші бригада рим цифрымен мейлі. Бірінші бригада 5 күнде, екінші бригада так, мынадан 1,4-тен 1 есе жылдам. Екі бригада бірлесе істеп, бірлесе қанша деп қойын. Әрі қарай қалай табамыз. Ең бірінші амалда әрі қарай шешуінде 5 күнде бітіреді деп тұр. Бірінші бригада, екінші бригада 1,4-тен 1 есе жылдам бітіреді деп тұр. Яғни бұл жерде қараңыздар, мысалға бірінші бригада 6 күнде бітіріп, екінші бригада одан 2 есе жылдам орындайды десе, біз не істейтін едік? Оны бөліп жібереміз, яғни 3 күнде бітіреді деген сөз ғой. 2 есе тез бітіреді, жылдам бітіреді дегеніміз. Яғни сондықтан бұл жерде 5 күнде, бірақ одан 1,4-тен 1 есе жылдам деп тұрғасын біз бөлеміз. Енді 5-ті сол күйінде қалдырайық та, мынаны аралас санды бұрыс бөлшек түріне айналдырамыз. 4-тен 5 болады, Енді бөлуді көбейтуге айналдырайық. 5 көбейтілген 5-тен 4. Так, яғни екінші бригада 4 күнде бітіреді екен. Енді сұрап тұрғаны 2 бригада бірлесе істесе қанша күнде бітіреді дейді. Яғни бірлесе жасайтын жұмыстарды, бірігіп жасайтын жұмыстарды біз былай шығаратын едік. 5-тен 1 қосылған 4-тен 1 тең болады деп ортақ бөлімге келтіріп есептейтін едік. 5 пен 4-дің ортақ бөлімі 20. Тоқтауыш көрсеткіштерін табамыз. Мұнда 4, мұнда 5 болады. 20-дан 9. Әрі қарай үшінші амалда не істейтін едік? 1-ді біз бөлеміз осы шыққан мәнге, яғни 20-дан 9-ға бөлетін едік. Тең болады. Ол дегеніміз 1 көбейтілген 9-дан 20. Сонда 9-дан 20 шығайынып тұр. Ол дегеніміз аралассам түрінде жазсақ 2,9-дан 2. Жауабы екеуі бірлесе жұмыс жасаса 2,9-дан 2 күнде бітіреді екен. Осымен бірінші нұсқаны талдау бітті. Егер екінші нұсқаны талдау қажет болса, пікірге қалдырып кетсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.